Парасат күші дейді Абай. Адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнерді ұғынуына және жақсы қылық пен жаман қылықты айыруына көмектесетін күш. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен Мәдениет және спорт министрлігі арасында парасат жолы орталықтарының бірлескен жұмысы туралы меморандумға қол қойылды. Осыған орай барлық кітапханалар жүйесінде парасат жолы орталықтары ашылды. Біздің де Саран қаласы орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде парасат жолы орталығының салтанатты ашылуы өткізілді. Жемқорлықты жою, жемқорлықты азайту емес, кеміту емес, біздің мақсатымыз жемқорлықты түбімен жою. Жақсы айттыңыз. Енді бүгінгі осыған кеткен үлес қандай, күш қандай? Біріншіден заң қандай десек, ол біздің конституция, ол біздің жаңағы мемлекет қызмет туралы заң, ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң, ол әкімшілік кодекстер. Осыған қарасаң 20-дан артық нақты тікелей заң жүйесі бар. Жалпы Қазақстанда бүгінгі күні 4 мыңнан астам заң, 25 мыңға жуық заңға қажетті актілер болатын болса, соның бәрі бүгінгі адамның түзу жүру, заң уақытта жұмыс істеу, осы заңның аясында жұмыс істеу. Міне демократияға жол деген сол. Демократия деген сөздің мағынасын білеміз бәріміз. Демос халық, кратос билік деген сөз. Сондықтан осы бағыттың бірі, егер демократия болады, егер оның бәрі заңдылық болатын болса, бітпей заңды қате істесең, бұзушы сыбайлас жемқорлыққа қап, заңды бұзып, демократияның аяқ басы деген сөз. Сондықтан кеше осы ақпаратта жазылды. 3 ақпан күні 21 жылдың Астана қаласында Қазақстан Республикасы агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев, Қазақстан Республика мәдениет министрі Ақтоты Райымқұлова келісімшарт жасап, меморандумға қол қойған болады. Көрген жағдайда, сондай болуы мүмкін жағдайда деген келетін болса, міне 14-24 гал-центрға звондап, осындай жағдай, қиын жағдай болып жатыр деп хабарлауға құқылы. Бұл құқылықты заң бойынша бекіткен, өйткені каждый, кто сообщил, что проводится такая коррупционное мероприятие, или там место, или кто-то берет взятки без санкций, имеет возможность в соответствии закона получить минимум 10% от суммы коррупционных действий, или же максимум 10 миллионов 600 тысяч тенге за сообщение такого факта коррупционных действий. Это согласно законодательному порядку. Так что есть такая возможность у людей сегодня, значит, сообщить и сказать, что вот получается такое событие. Государство гарантирует за вами, как говорится, охрану и возместить вот этот ущерб, за возмещение этого ущерба, поблагодарить вас и вот в таком размере, чем я сказал. Ну, больше сегодня выступает само агентство, которое проводит различные мероприятия республиканского, международного значения. И такие вот меморандумы, которые заключают сегодня с различными государственными учреждениями, организациями. Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату ассаламу аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум, қадірлі жиылған ағалар, әпкелер, Алла тағала баршамыздан разы болсын. Бүгінгі мынау бастамаларыңыз, игі бастамаларыңызда Алла берекелі қылсын. Жалпы енді бүгінгі мақсат, бүгінгі тақырып осы қоғам тәрбиесі жөнінде ғой, ең басты айтылатын әңгіме. Қоғамның осы дұрыс болуы, қоғамдағы осы қазіргі уақыттағы біздерді алаңдатып отырған, жайсыздық тудырып отырған сондай бір жағымсыз әрекеттердің туындауы, сол әрекеттерді барлығымыз осы ел болып, жұрт болып, жұмылып барлығымыз сол әрекеттерді жаңағыдай жемқорлық сияқты пара алу секілді, пара беру секілді дүниелерді жою мақсатында жиналып отырмыз. Енді жалпы қоғам, бұл қоғам негізі бір адамнан басталады, бір отбасыдан басталады, бір адамнан басталады. Қазақта мақал бар, отан отбасынан басталады дейді. Отан отбасынан басталады. Жалпы бұл шариғатымызда осы дүниені құптайды. Өйткені бұл мысалы қарасаңыз, әр адам өзінің ішкі жан дүниесін тәрбиелеуден бастау. Осыған адам болсын, парасатты болсын, Абайды оқу керек. Тек қана Абай жолын, Абай жағы шығармаларын, атты Абайдың 45 сөзін оқыған адам адалдыққа жақын болады. Айтақ мені дейді,
жақсы болу дейді, жамандықтан айырылу. Bir дейді, жақсы десең дейді, бай десең, батыр дегенін гөрі жаман демесін, жарлы демесін, жүрексіз демесін дейді. Өтірік, өсек, мақтаншақ, егіншектік, бекер мал шашпақ деген мақал бөлім білесіздер. Пайда, мақтан, әуесқой, шайтан ісі деп айтады қазақ. Мақтаншақтық, пайда күнемдік, жеңілдік, салғырттық, жүрек айнасының одан сақ болу керек дейді. Қызғаншықтық, ұяттыққа дейді. Ұятсыздық қылмысқа апарады дейді. Қараңыздар. Осы Абайдың осы сөздері 38 сөзді жазған. Соны бағыттап қарасаңыздар, бәрі осы адамды жақсылыққа, біз айтқан адалдыққа, әділеттікке, парасаттылыққа тартады.